Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын суреттер сөйлейді айдарына кезек берейік. Суреттерге мұқият назар аударып, суреттерді сөйлетейік. Мерей ағашқа су құйды. Мұғалім сабақ түсіндірді. Рауан шаңғымен сырғанады. Олар допты тепті. Әли мен Мерей ағаш отырғызып жатыр. Оқушылар сұрақты мұқият тыңдап отыр. Балалар қармен ойнап жүр. Ұлдар футбол ойнап жүр. Қызығушылықты ояту, артық сөзді тап. Берілген сөздердің ортасындағы артық сөзді тауып көрейік. Дыбыс, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, дара және күрделі етістік. Қаны балақай, ойланып көр. Жауабы дара және күрделі етістік. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Ал қосымша тақырыбымыз нұсқаулықты жазамын. Өлеңді түсініп оқиық. Бейсебай Кіріспайұлы. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын. Бақ қызығы керек бе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамды іс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Қане балар, өлеңге ат қояйықшы. Мен бұл өлеңге бағбан бала деген ат қойдым. Ал сенің нұсқан қандай? Бағбан бау-бақшаны күтіп баптайтын адам. Бұл өлеңдегі негізгі ойды анықтап көрейік. Жарайсыңдар балалар. Есіне сақта. Нұсқаулық дегеніміз белгілі бір жұмысты орындау кезіндегі ереже мен тәртіптер жиынтығы. Ал балақай, біз қазір дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін 37-ші жаттығуға назар аудар. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырамыз. Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Бас киім киюді ұмытпа. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Ал балақай, келесі кезекте қалған 3 нұсқаулықты өзің жалғастырып жаза қой. Тамаша, жазған нұсқаулығымызды салыстырып көрейік. Ағаштардың артық бұтақтарын кесіп таста. Бақтағы жеміс ағаштарын уақытында суарып, түбін қопсытып қоюды ұмытпа. Қауіпсіздік ережені сақта. Сенің жауабың дәл осында екеніне сенімдімін. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Жауабы не деп ойлайсыңдар балалар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Жұмбақтың жауабы жел. Балалар, осы жұмбақтағы етістікті тауып, астын сызамыз. Етістік қайсы сөздер? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жердегі етістік шашты, қашты.
Жұмбақтың жауабы жел. Бүгін сен білдің. Дара және күрделі етістікті анықтай аласың. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап беріп, нұсқаулық жаза аласың. Жарайсың, балақай. Балалар, бүгінгі сабағымызды қаншалықты меңгергенімізді білу үшін смайлик әдісін қолданайық. Маған сабақ қызықты өтті, бәрін түсіндім. Сабақта түсінбеген жерлерім бар. Түсінбедім. Осымен, балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.